Сәлем, алдыңғы видеоларда айтқанмын, Иран мен Израильдің арасындағы қақтығысқа байланысты мұнайдың бағасы көтеріледі және бағалы металдардың бағасы көтеріледі деп. Қазіргі кезде алтын компаниясының акциясы 30%-ға өсіп кетті. 2600 теңгенің көлемінде болған, қазір 3300 теңгеге көтерілді. Осыдан бір жыл бұрын мен бұл акцияны 1000 теңгенің көлемінде алғам. Қазіргі кезде бір жылда 250%-ға өсіп кетті. Бұл нарықтағы қозғалысты көрсетеді. Активтерін қорғап қалу үшін көбінесе бағалы қағаздардың орнына алтын жақсы сауда болып жатыр. Осы графиктен қарай аласыздар. Көретін болсақ, кезінде жақсы алып қалғандар арасында сатып жатыр. Бірақ сонда да алтын бағасы жақсы өсіп